Өңір тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, тыныштығын күзету жолында жанкешті еңбек етіп жүрген полиция қызметкерлері төл мерекелерін атап өтуде. Мерекеге орай өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында Қызылорда облысы полиция департаменті жергілікті құқық қорғау қызметкерлерін және өңірдегі әріптестерін, сала ардагерлерін құттықтады. Аталған мереке 2007 жылдан бері тойланып келеді. Мемлекет басшысының жарлығымен 23 маусым полиция күні деп бекітілді. Осы полиция күні мерекесі қарсаңында департамент бастығымен бірқатар іс-шаралар жоспары бекітіліп, орындалуда. Брифинг соңында Омаров күндіз-түні тынымсыз еңбек үстінде жүретін әріптестерін және ішкі істер органдарының ардагерлерін құттықтап, жылы лебізін жеткізді. Қазақстан полициясы күні осы жауапты қызметті жолға қоюдың басы-қасында болғандарға, ардагерлерге және бүгінде еңбек етіп жүргендерге ризашылық пен алғыс білдіру күні. Сонымен қатар бұл күн бейбіт уақытта қазақстандықтардың тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін өздерінің басын қатерге тігіп, жанқиярлық әрекеттерге барып, ерлікпен қаза тапқан біздің әріптестерімізге құрмет көрсету күні болып та саналады. Осы күні егемен елімізде Қазақстан полициясының іргетасын қалаған ардагерлерді біз ешқашан ұмытпаймыз. Осы ардагерлерімізге де құрмет көрсету күні болып есептеліп, осы уақытқа дейін біз өзіміздің ішкі істер органдарында ұзақ жылдар бойы қызметке арнап, қиындығы мен суығын бірге көрген ардагер ағаларымызға құрмет көрсетіп келеміз. Осы сәтті пайдалана отырып, мен ішкі істер органдарының жаңа жоғарыда айтып өттім, ұзақ жылдар қызмет атқарған ардагерлерімізге, әріптестеріміздің барлығын осы 23 маусым полицияның құрылған күнімен шын жүректен құттықтаймын.